Саламатсыздар ма достар? Бүгін біз кабачковый икра жасаймыз. Менің рецептім бойынша. Оған керегі кабачок, томатный паста, пияз, сәбіз керек болады. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші кабачкиді сыртын тазалап аламыз. Одан кейін морковымыз дайын тұр, пиязымызды ашып тазалаймыз. Содан кейін кесеміз бәрін. Міне енді қараңыздар, кейбір кабачоктың іштерінде осындай үлкен дәндері болады, сол дәндерді алып тастайсыздар. Оны былай қылып аламыз, міне. Дәні жоқ. Міне кабачокты енді дайындап қойған кабачогымызды аламыз. Менде 6 кило таза кабачок өлшедім. Жан-жағын кесіп, ортасын кесіп алып тастағанда 6 кило болды таза. Енді қалай кесуін көрсетемін. Өте ұсақтап та керек емес, өте крупный да қылып керек емес. Біз оны қазір қуырамыз да, сосын дайын болуға жақындағанда погружной блендермен как пюреобразный қыламыз. Бізге енді мына 6 кило кабачкимызға 1 кило 600 грамм пияз, 1 кило 600 грамм сәбіз керек. Бұны қазір сәбізді бөлек қуырып аламыз, пиязды бөлек қуырып аламыз. Енді мына қараңыздар, пиязды плот пісіргенде қалай істейсіздер, солай қылып кесесіздер. Сесін қуырамыз. Қызып тұрған сковородкеге бізге небары осы кабачковый икраға 500 грамм май керек. Соның шетінен мына 100 грамм дайын қазір пияз қуырып аламыз, 100 граммына морковь қуырып аламыз, қалғанын общий кастрюльге құямыз. Пиязымызды күйдіріп алмай 10-15 минутқа жақсылап қуырып аламыз. Мына пиязымыз дайын болды. Енді мына кастрюльге қазір пісіретін кастрюльімізді аударамыз. Қайтадан 100 грамм майды құямыз. Морковымызды саламыз, сәбізіміз деп айтайық. Морковымызды 10-15 минут қуырылды, дайын. Енді пияздың үстіне саламыз. Міне кастрюлемізді отқа қоямыз. Міне енді жаңа қалған 500 грамм майды жаңа қуырылды қой, 100 граммның қалғанын мына құямыз. Морковь пияздың үстіне құямыз. Алты кило ұнтақталған кабачок саламыз үстіне. Бір күлдеп қайнап кеткенше бетін жауып, әлсін шайлап, шамалап, қозғап тұрамыз. Асын үстіне қарай. Мына қараңыздар, жаңа мен эмалированный кастрюльге салып едім ғой. Онымен ол күйдіріп жібере жаздады. Мен сразу алдым да, мына қазанға салдым. Қазанға аузы мұрнынан толып тұрды, бірақ басылды. Жайлап, былғамай тек осын астынан бетіп көтеріп тұрдым арасында. Міне. Осылай көтеріп тұрдым. 1 сағат міне осылай пісті. Мен сосын бұлай жауып қойып отырып пісірдім. Жартылай осылай кішкентай. Дакан жауып тастаған жоқпын. Жайлап осылай пісірдім. 1 сағат болды. Томатный паста саламыз, толтырып үйіп саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Томатты міне салдық, жақсылап араластырдық. Енді тағы да 15 минутқа осылай бұқтырамыз томатты. Енді міне 5 минутқа тұзымызды, бұрышымызды, шекерімізді салдық. Видеоның соңында астына ингредиенттің қанша көлемін бәрін жазып жіберем. Видеоның соңында жазылады. Енді бұл 5 минут осылай шекері, тұзы араласып тушить етіледі. 5 минут. Содан кейін погружной блендермен пюре қыламыз. Міне 9% уксустың 4 столовый ложкасын саламыз. Он минутқа бұқтырамыз. Міне біздің кабачковый икрамыз дайын болды. Енді ыдыстарына саламыз, жауып тастаймыз. Банкілерді микроволновыйға, шайдымды микроволновыйға 5 минутқа қойып алдым. Крышканы бөлек қайнаттым. Міне менің кабачковый икрам дайын болды. 7,5 литр болып шықты. Менен сіздерге жақсы осындай рецепт, ал сіздерден маған лайк, комментария.